Сәлем достар, қош келдіңіздер менің YouTube каналыма. Бүгін мен жылда жасайтын тұздалған қиярдың рецебімен бөлісетін боламын. Бізге керек заттар: стерилизацияланған банкамызды алып, оған хрен жапырағын саламыз, укроптың зонтигін саламыз, яғни сосын бізге тәтті бұрыш керек, лавровый лист, чеснок, сосын қияр. Мен қиярым өзім бақшамнан алынған жиналған қиярларым. Соның бәрін салып, бір қалыпты дұрыстап. Осылай видеодадай салып дайындаймыз. Қытырлаған, тұздалған қияр жегіңіз келсе, корнишонын алыңыз. Үлкен қиярдың ортасы босап кетеді тұздаған уақытта. Сол себепте өзім корнишон қиярын егіп өсірдім. Осылай әсемдеп, дұрыстап, бір қалыпты алып салып аламыз қиярдың бәрін. Мен де білмеймін неше килограмм қияр шыққанын. Бау-бақшадан жинаған кезде өзімде 6 банка қияр жаптым. Енді ысы дайын болған банкамызға салып болған қиярымызды алып, ішіне ыстық суды құямыз, қайнап тұрған. Яғни 20 минут құйып, 20 минутқа қойып қоямыз банканы. Жиырма минуттан кейін суымызды төгеміз. Арнайы қақпақ кигізіп, суын төгіп аламыз. Мұнда қара бұрыш пен душисты бұрышымызды саламыз. 4,5 қасық шекер, 3 ас қасық тұз салам, және 70% уксусымызды құямыз. Менде 1,5 литрге арналған рецепт бол деген. Ал егер де сізде 1 литрден санайсыз, 1 литрге 3 ас қасық шекер және 2 ас қасық тұз саласыз. Сол бойынша 1 литрмен есептейсіз. Қытырлаған, тұздалған қиярым дайын болды. Осы рецебіммен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Подписка батырмасын басып, тіркеліп өтіңіздер. Баршаңызға рахмет.